Жеңіскүл Тұрсынбаева, таптым-ау сені. Екінші бөлім. Мен өте бақытты болдым. Ажар мен ойлағаннан да бетер ақылды әрі тәрбиелі, көрікті жан екен. Күнде солай ауыл аралап, ақырын киноға да шақырып, бірге отырып кино көріп, суға бірге түсіп, арғы жағаға жарыса малтып қызықты күндеріміз өтіп жатты. Сол кезде әкем өз жұмыстарымен аудан орталығында болған. 15 күн сол жақта болып келген. Мен бақытты кезеңде қалқылдап жүрмін. Ажарға әне сөз айтам, міне сөз айтам деп дайындықта жүрмін. Дүкеннен үйге келе жатсам, Ажар почта жақтан қорап көтеріп келе жатыр екен. Кездесіп қалып, қорабын көтерісіп үйіне жеткізіп, қақпа алдында күліп әңгімелесіп тұр едік. Әкем көлікпен қасымызға ызғыта келіп тоқтады да: "Ей, иттің ғана баласы, отыр тез көлікке!" деп зірк ете қалды. Әкемнің ышқына шыққан даусынан Ажар екеуміз де селк ете қалдық. Мен сондай қатты қысылып көлікке беттедім. Әкем Ажардан көзін алмай сұқтана қарап отыр. Мен көлікке отыра салысымен тез жүріп кетті. "Әке, не болды?" дедім. Не болып қалғанын түсіне алмай. Ойым үйде бір шаруа болып қалды ма? Мен не білдіріп қойдым? Әкем әлде Ажарға бола ашулы ма деген сұрақтар мазалайды. Әкем ләм деместен газды басып, ауыл сыртына бір-ақ шықты. Фермасына тура тартты. Фермада бірдеңе болып қалыпты ғой деген ой келіп, көңілім сәл де болса басылды. Қоршаудың ішіне ызғыта келіп тоқтап, әкем көліктен жылдам шықты. Мен көліктен шыққанша әкем жұмысшылармен амандасып, қоралар жаққа беттеді. Мен соңынан ілестім. Сөз жоқ, адымдап тез басып, жан-жақты мұқият қарап, жұмысшының айтқан сөзін тыңдап жүр. Бүлініп жатқан ештеңе жоқ сияқты. Әкем жинау отырған маялар жаққа барғанда жұмысшыны босатты. Маған ойлы көзбен қарап сәл тұрды да: "Балам, сенімен ашық сөйлеспесем болмайтын сияқты болып барады", деді зілді дауыспен. Мен де ойланып қалдым. Әкем маяның шетіне сүйкене отырып қасына шақырды. Мен де жайғастым. "Ана Ажармен араларыңда не бар?" деді денесімен бұрыла көздеріме қарап. "Әке, ол өз шаруам." "Айт, ол менің де шаруам." "Әке, араларыңда не бар? Балам, мен сенен адам сияқты әкең болған соң сұрап отырмын", деп қисая жантайғандай жатып, мейірімді дауыспен айтты. "Әке, Ажар маған өте қатты ұнайды. Арамызда ештеңе жоқ, мен әлі оған ештеңе айтпадым" дегенімде, әкем тез қозғалып түзу отырып: "Ажар көрікті қыз, оған еш қарсылығым жоқ. Сен оған сөз айтпайсың", деді қаталдау дауыспен. "Неге?" "Сөзімді бөлме, балам. Ол қыз саған тең емес. Тең теңімен, тезек қабымен деген болады. Сен ол қызды жар етіп ала алмайсың." "Неге?" "Сөзімді бөлме дедім. Біріншіден, сен әлі оқуыңды аяқтаған жоқсың. Дипломды алуға әлі 2 жыл уақыт керек. Мынау махаббат, ғашық болу, сүю, күю ол уақытша болатын нәрсе. Бірақ сол ойнап жүріп, андағы мойныңа ноқта ілініп, сені жолға салып айдайтын сол Ажар болып қалмасын. Сен жассың, қандай қалада жүрсің? Алматының қақ ортасында ел армандаған университетте оқисың. Ел кимеген киім киіп, ел жемеген аш жеп жүрсің. Мен сенің еш қиналмай шалқып жүруіңе бар мүмкіндік жасап жүрмін. Тыңда, сен шыңға шығуың керек. Осы дүние, осы байлық сенікі, саған жинап жүрмін. Сен көтерілсең, жетістікке жетіп қатарыңның алды болсаң, мен бекерге еңбек етпедім, балам. Ал махаббат ол тұра тұрсын. Сен ойна, күл, көңіл көтер. Қыз деген көп. Тек Ажарға жолама. Ол қыз ер жетсін, оқысын, ол да өмір көрсін. Сосын уақыт өзі кімнің кім екенін анықтап реттеп жолға салады", деп әкем тоқтады. Мен әкемнің мықты психолог екенін бала күнімнен білем. Ол кісі деп тең-теңімен, тезек қабымен деп бастап алып, сөзінің аяғын бұрмалап, мені ерегесіп кетпесін деп жұмсақтап, алдап отырғанын білсем де, мен де өтірік түсінген адам болып бас изей отырып, келіскенімді білдіріп, әкемнің көңіл күйін аңдыдым. Әкем негізі шатақ адам. Ол кісі алдымен түсіндіреді, көнбесең ат құйрығын шорт кеседі. Сосын көнбейді. Мен оны жақсы білем. Әкеммен ерегесуге болмайды. "Жақсы, әке. Менікі де жай қызығушылық. Ауылда жөндізу, беткүстар қыз жоқ болған соң ерігіп жүрмін ғой", дедім. Әкем жадырап, қабағы ашылып, қарқылдап күліп алды да: "Әй, менің ұлымсың ғой. Сонда да сол Ажарға жоламай-ақ қой.
Ол әлі бала, оның үстіне жетім қалыпты. Сен ол қыздың жүрегін жараламай тұра тұр, деді орнынан тұрып жатып. Әкемнің мені ажардан алыстатып отырып, ажарға жан ашып тұрғанына таң қалдым. Балам, шаруа деген көп, сен сенделе бермей, маған да көмектессең жақсы болар еді. Сабағыңа кетуге бір ай уақытың бар, сол бір ай осы фермаға бас көз болсаң. Мен анау басқарманы қалаға алып кетуім керек. Ол жақта жұмыс көп. Ал сен осы жерді қарап басқар. Менің көзім бол. Қанша дегенмен менің ұлымсың, мына жұмысшылар именет, деп ферманы аралап, шаруалармен таныстырып жүр. Ес білгеннен әкем осындай адам, өте ақылды ма, әлде қу ма, түсініп болмаймын. Ың-дыңсыз кімді болса да орнына қояды. Амал жоқ, қолғабыс беруге келісіп, 2 күн бойы бар шаруаны өткізіп алып, фермада қалдым. Ол жерде 10 шақты сауын сиыр бар екен, етке алып жүрген байлауда тұрған 20 шақты әртүрлі мал бар екен. Қойлары бөлек, қозылары бөлек екен. Сауын сиырлар жайылымға 2 уақыт шығып келеді екен. Даяршылар таңертең, түсте, кешке 3 мезгіл сауады екен. Асыл тұқымды сүтті сиырлар екен, ауыздары құрғамай, алдарынан жем шөп үзілмеуі керек екен. Шопан бөлек адам, ол қойларды таңертең айдап шығып кетіп, кешке бір-ақ келеді екен. Жылқы тек байлауда бар, бөлек бағып жүрген жылқы малы жоқ. Қозы бағатын жас балақайлар бар екен, олар түстен кейін сол төңірекке бағып, кеш бата қой келерде қамайды. Осы шаруаларға бас көз болып 10 шақты күн жүрмін, астымда Урал мотоциклі, зырылдап ауылға да келіп кетіп жүрмін. Ажарға жолығуымды тоқтатпадым. Ажар Алматыға оқуға тапсыратынын айтып, мені қуантып тастады. Енді тілегім Ажар оқуға түсіп кетсе екен деумен болдым. Олар Зәуре апай, Ақжол үшеуі Алматыға кетті. Ажар кеткен соң мен ауылға аяғымды баспадым. Әкеме көмектесіп, қызу шаруамен жүрдім. Арасында келіп кеткен әкем риза. Үйде анам да бақытты. Мен керемет ұл болып жүрмін. Көшеден Манасты жолықтырып едім, Ажардың оқуға түскенін айтты. Міне бақыт. Енді Алматыда бірге боламыз. Сонымен зуылдап жазғы демалыс аяқталып, мен оқуыма жиналдым. Алматыға қанат бітіп жеттім. Бірден Ажар оқуға түскен универ жатақханасына тарттым. Ажарды да оп-оңай тауып алдым. Ажар өте бақытты, көзі жайнап, қуанышпен мені қарсы алды. Сен жарадың, оқуға түскенің жақсы болды, дедім, қуанышымды жасыра алмай. Иә, түстім. Әрине армандаған оқу орным емес, сонда да. Алматыда оқимын, осы мамандықты игерем деп еркін сөйлеп отыр. Ажар дегенмен батыл қыз, өзін еркін ұстайды, таныс емес ортаны өзіне тез баурап алады. Мен Ажарды іздегенде тегін білмегендіктен жаңа оқуға түскендерге арналған жатақхананы тура тапқам. Комендант апайдан Ажарды сұрағанымда апай тізімге ұзақ үңіліп, Ажар деген қыз жоқ дегенде таң қалғам. Сол аралықта Ажар өзі де келіп қалып, қуанып кеткем. Кездесуіміз жиілеп, біресе корпус алдында, біресе жатақхана алдында жүздесіп жүрдік. Әкем айтпақшы, Ажар әлі бала еді. Еркелігі де бар, балалығы да бар, тез алданғыш болды. Мен күннен күнге Ажарға ғашық бола бердім. Ажар пәк, таза, періште, сонымен қатар өте адал жан. Өзі қатарлас әр жерден келген қыздармен тез достасып, жұптары ажырамай бірге жүрді. Құрбылары мені көргенде күлімдеп Ажарға ұрлана қарайтын. Бірде Сандуғаш деген құрбысы, Шаха, осы сіз Ажарға кім боласыз, деп қуланып айтты. Ажар көзін бақырайтып сұрама дегеніне қоймай айтып салды. Мен бірден не айтарымды білмей бөгеліп қалып едім. Сандуғаш сықылықтап күліп, не ағасы емессіз, не жігіт емессіз. Егер Айконың жігіті болмасаңыз, онда маған жігіт болыңыз, деді қатты күліп. Ажар төмен қарап келе жатыр еді, Сандуғашқа жалт беріп қарап, қып-қызыл болып кетті. Мен ерке қыздың бұл қылығын тез түсініп, Ажардың қолынан ұстап, менің қызым боласың ба? Мен сені жақсы көрем, дедім. Ажар үрейлі көзбен көзіме қарап, еш жауап бермей тоқтап тұрып қалды. Сандуғаш қуана қол шапалақтап, Айко, келісіміңді бер, болмаса мен тартып алам, деп басқа қыздарды ертіп жүгіріп кетіп қалды. Жатақхана маңындағы кішкене бақша ішінде Ажар екеуміз қалдық. Қар жапалақтап жауып тұр. Мен көзімді Ажардың көзінен ала алмаймын. Тып-тыныш. Біздің жанымыздан ешкім өтпей, еш дыбыс естілмей қалғандай. Ажардың көзі сондай әдемі. Мен өз екі қолыммен саусақтарынан ғана ұстап тұрмын. Қаңтардың суық түні бізге әсер етпей, біз күйіп, жанып, өртеніп тұрғандаймыз. Мен бір адым жасасам, Ажар ғайып болып кететіндей, кірпігімді қақсам, оны жоғалтып алатындаймын.
Бұл үнсіздікпен бұл көзқарас оның маған келісем деп айтқанындай сезім сыйлап тұр. Қанша тұрғанымыз белгісіз, ажардың басына киген бас киімі, екі иығы әппақ қар болып көрінбей кетіпті. Кірпігіне де ұлпа қонып, ол екі көзін жыпылықтатып кірпігіне ілініп алып, кедергі жасағанда қолын тартып алып, көзін уқалады. Сол кезде мен ұзақ тұрғанымызды түсіндім. Аппақ болып жауып қалған қарды ажардың иығынан, бас киімінен қақсам, өз үстімнен де сусылдап қар төгіліп кетті. Екеуміз де еріксіз күліп үстімізді қағып жан-жағымызға қарадық. Қар біршама жауып жүрген іздер жабылып кетіпті. Ой, мен кешіктім, жатақхана жабылып қалған болар деп ажар жатақхана жаққа жылдам басып беттеді. Екеуміз қатар есікке келіп, мен есікті қақтым. Сағатқа қарасам, түнгі 22:48 екен. Нешеде жабылушы еді дедім ажарға қарап. Ол қорыққан көздерін жыпылықтатып иығын көтерді. Есікті қаттырақ қақтым. Не болды, келе жатырмын. Кім ол? Деген кезекші апай дауыс естіліп, артынша есік ашылды. Сағат неше болды? Сен қыз қайда жүрсің? Деді қатал дауыспен. Апай, біз осы маңда жүріп қалыппыз. Апай, кіруге рұқсат беріңізші, деді ажар жылдам. Мен кетпей қасында тұр едім. Апай қол сағатына қарады да, кір, бұл алғаш және соңғы рет болсын. Мана суықта не істеп жүрсіңдер? Ал сен жігітім бар, ендігі әрі қызды бұлай ұстама, деп тез ажарды ішке кіргізді де есікті жауып алды. Мен неге мәз болғанымды өзім білмеймін, әйтеуір мәзбін. Тез жатақхана алаңынан шығып, ажар қай бөлмеде екен деп терезелерге қараймын. Оны көргім келеді. Әне 3-ші қабаттан терезеден бір қыз қарағандай болды. Сәл артқа шегініп, сол терезеден көзімді алмаймын. Я, ажар екен, қолым бұлғап, қайт деген белгі берді. Мен сол көріністің өзінен өзіме бақыт алғандай болып, аяғым жерге тимей тез басып пәтеріме келдім. Кірсем, пәтерде әкем отыр екен. Әкеммен қуанышпен көрісіп, ауыл жаңалығын естіп, бір марқайып қалдым. Әкем алдында айтқанымдай өте сезгіш, пысық, қу адам. Менен сыр білмек болып. Ауылдас қыз жігіттерді көріп тұрасың ба? Деп сұрады. Мен әкемнен секем алып қалғаным соншалық аузымнан ажар деген есім шығып кетпес екен деп қорқатын болдым. Ой, әке, оларды іздеуге уақыт жоқ. Тек өз корпусымдағылармен жүздескеніміз болмаса, іздеп жүруге уақыт жоқ. Аз күнде тәжірибе алуға кетеміз, содан сонау сәуірдің аяғында келетін сияқтымыз деп сабақтан шаршап жүрген адамның кейпіне түсті. Әкем менің әр сөзімді мұқият тыңдап, көз алмай қарап отырды. Менің Алматыға бара жатқанымды естіп, 3-4 отбасы балаларына сәлемдеме беріп жіберген. Ертең соны жеткізіп тастайық. Бүгін кеш болды деп, орнынан тұрып жуынатын бөлмеге кетті. Ертеңіне 3 ер бала, бір қыз балаға беріп жіберген сәлемдемелерді жеткізді. Қыз баланың сәлемдемесін апарғанда Гүлшаттың жатақханасына бардық. Әкем сәлемдемені қызға беріп тұрып, сенің оқу орнында біздің ауылдан кімдер бар деп сұрады. Қыз тез жауап берді. Сұлтан ағаның қызы 4-ші курста оқиды. Олар бір мекемеде тәжірибе алып, сол жақта жатып жүрме, жатақханаға келмей жүр, деп ойланып айтты. Сұлтанның қызы де, жарайды, аман болсын, бір-біріңмен тату болыңдар, қамқор болыңдар, деп әкем мейірімді дауыспен айтып, қоштасып көлікке келдік. Зәуренің жиені қайда екен, сен білмейсің бе? Деп ойлана бетіме қарады. Мен астың қерін шығарып, иығымды көтеріп, ол қыз оқуға түскен бе дедім, таңырқаған түр жасап. Әкем ойлы көзбен қарап отырып, иә, ол жетім қыз оқуға түсіпті. Жарайды, ұмытты, ең бастысы оқып жүр, деп көлігін оталдырып жүріп кетті. Мен іштей, әке, мені қылмыс үстінде ұстағың келді, ау? Әке, мен осы 21 жылда сізді жақсы танып алдым. Аңқау, кішкене, ішіне құпия сақтай алмайтын Шаймұрат ержетті, дедім. Әкем Алматыда 3 күн болды. Мен сабаққа кеткенде ол кісі өз шаруасымен кетіп жүрді. Мен ажарға бара алмай, көңіл күйім түсіп, бөлмеме кіріп алып, сабақ оқыған болып жатып алып жүрдім. Дәл мен сөз айтқан күні әкемнің келгенін қарашы. Сөз айтып алып 3 күн болды, ажарға бармадым. Ол не ойлап жүр екен деп күйінем. Әкем ауылға кеткен күні мен ажардың жатақханасына құстай ұшып жеттім. Вахтер апайға жалынып жатып, шоколад шайымды тыққыштап жатып, ажардың бөлмесіне көтерілдім. Есікті қағып, шоқ күлімді арт жағыма жасырып тұрмын. Есікті бөтен қыз ашты. Ажарды бола ма дедім. Қыз ойланып, мені танып тұрса да біртүрлі болды да, ажар деп тұрып қалды. Арғы жағынан ажар есікке жақындап,
Сәлем, кір деді. Құрбысы таңырқай қарап, Айкоп, бұл жігіт Ажар деген қызды іздеп келіпті, сен емес деді. Ажар күліп, сол Ажар мен болам деді. Мен бұл әңгімені түсінбедім. Мән де бермей гүлімді ұсындым. Ажар қып-қызыл болып гүлді алды. Сәл бір-бірімізге қарап тұрып қалдық. Неге екенін білмеймін, мен Ажардың көздеріне қарасам, есімнен ауып, сағаттап қарауға жалықпаймын. Тағы да үнсіздікпен аялаған көзқарас. Олай болса, танысып қояйық, мен бөлмедегі көршісі әрі курстасы Ардақ боламын деген қыздың даусына оянғандай болып, Ажар екеуміз де селк ете қалдық. Шаха, Шаймұрат болам деп қол алыстым. Шаха, білесің бе, бүгін Айкоға тосын сый болатын күн болды. Ауылдан сәлемдеме беріп жіберіпті. Ол адамды Ажар деп қалдырып кетіпті, деді Ардақ. Ажар да таң қалған жанарымен маған қарап, иә, сабақтан келсем, кезекші апай, сен Аққайнардансың ба, Ажар деген сенсің бе дейді. Иә десем, мынаны саған қалдырды. Ауылдан беріп жіберіпті деп, сөмке толы азық түлік, су, май, қант, макарондар, күріш, тәтті пряник, печенье, конфеттер және жарты қап картоп, қызылша, сәбіз, пияз, қырыққабат, ет, май, сүт, жылы шұлық, жылы гамаш, колготки және 21 мың теңге қалдырып кетіпті. Зәуре апай беріп жіберген бе? Ертең Гүлшатқа апарып берем, деді. Ажар заттарды көрсетіп таң қалып жүр. Мен басында кеше ғана әкем басқа балалардың осылай сәлемдеме апарғаны есіме түсіп, ондай болады деп тұрдым да, артынан егер Зәуре апай бермесе, бұл кім деген ойға келдім. Жүр, мен бүгін Гүлшатқа жеткізіп жіберейін дедім, анығын білу үшін. Ол жатақханасына келмей жүр екен, бағана мен барып келгем, алдымен өзін ертіп келейін, ол керегін алсын дегем. Олар тәжірибеде жүр екен, деді. Бұл мәселені ертеңге қалдырып, Ажарды ертіп сыртқа шықтым. Жарты сағаттай қыдырып, сосын Ажар, сен маған жауап бермедің ғой, сонымен сен менің қызым болуға келісіміңді бересің бе деп қолынан ұстадым. Ажар төмен қарап тұрып, Шаймұрат, сонда ол қалай болады? Мен сенің қызың болсам не өзгереді? Қыз жігіт болған қандай? Деді. Мен жымиып күліп Ажарды құшақтадым да бауырыма басып сөз таппай тұрып қалдым. Мен сені жақсы көрем. Сен менің қызым болсаң, мен әрдайым сені қорғап алақаныма салып өтем, дедім. Сонда біз бірден үйленеміз бе? Балапаным, жаным, біз міндетті түрде үйленеміз, бірақ қазір емес. Оған дейін бір-бірімізді жақсылап танып аламыз. Үйленсеміз, сен де мені жақсы көргенше, мен тосам. Сен мені жақсы көресің бе? Дедім. Ажар басы салбырап, теріс қарап кетті. Мен арт жағынан қапсыра құшақтап, ұялшағым менің, біз екеуміз мәңгі бірге боламыз деп, ып-ыстық жұп-жұмсақ тәп-тәтті ернінен ақырын сүйдім. Ажардың толқып дірілдеп кеткенін сезіп, қаттырақ құшақтап бауырыма бастым. Мен жатақханаға кірейін, тағы кешігіп қалмайын деп, дірілдеген дауыспен айтты. Мен оның жаурап кеткенін түсіндім. Әлде қобалжып кетті ме, діріл басылмаған күйі жатақханаға кірді. Міне нағыз бақыт. Міне арманымның орындалар алғашқы қадамы. Ұмытылмас шақ. Кеудемде көбелектер ұшып, қайталанбайтын сезімге бөлендім. Бізде бақытты күндер өтіп жатты. Ажар қысқы демалысқа ауылға бармай Алматыда қалды. Ауылмен сөйлескенде өткен жолғы сәлемдемені олар бермегені анықталып, Ажар біраз қорқып та жүрді. Тіпті сол азық түлікті қолданбай қиналды. Сосын ақырындап Ардақ көндіріп, сандуғаш бар, бірге бөлісіп, Гүлшатпен де бөлісіп тауысты. 21 мың теңгені де бөлісіп жұмсады. Көктем шыққанда мен тәжірибе жинауға ауданымызға келдім. Ажардан 3 айға бірақ алыстадым. Күн санап әрең шыдап жүрдім. Ажар да бірінші курсты бітіріп жазғы демалысқа ауылға келгенде менің көңілім жайланды. Күнде жолығып ауыл сыртында қыдырып жүреміз. Ұзақ тәтті сүйісу, қимай қоштасу, сағына аймаласу, нағыз қыз жігіт болдық. Керемет кезең. Әкемнің фермасында көмектесуімді жалғастырып, ол кісіге білдіртпей жүрмін деп ойлап қоям. Ауылда жүргенімізге 1 айдан астам уақыт болып қалған еді. Көріп қалған, сезіп қалған, қыдырып, құшақтасып отырғанымызды дәл қасымызда болып қалған ауыл адамдары біздің қыз жігіт екенімізге көздері жете бастаған еді. Фермада жүрсем, әкем жылдамдығын асыра жүріп келіп, әрең тоқтап маған қарай оқша атылып жаныма келді. Бер жүр, жаныңның барында бер кел, деп мая жаққа беттеді. Мен әңгіме не туралы болатынын жақсы түсіндім. Ал балам, мен тағы сұрайын.
Анау Ажармен сенің араларыңда не бар? Деді бұл жолы шөпке отырмай қақиып тұрып, көзіме тура қарап. Біз қыз жігітпіз. Не? Қыз жігіт? Иә, әке. Ажар менің сүйген қызым. Ей, мен саған ол қызға жолама деп едім ғой. Ей, сен оған жоламаймын деп едің ғой. Деп аузынан көбігі шашырап, көз аларып, тым жақындап селкілдеп тұр. Әке, мен Ажарды сүйем. Жоқ, жоқ, жоқ. Сен оны сүйе алмайсың. Сен оны сүймейсің. Саған Ажарды сүюге болмайды, деп селкілдеп кетті. Әке, сізге не болды? Неге болмайды екен? Неге, дедім мен де ашуға булығып. Балам, болмайды. Сендерге бірге болуға болмайды. Балам, деп әкем қап-қара болып шөпке отыра қалды. Әке, сен тек ол теңіміз емес, ол жетім деген сөзді айтпа. Керек емес, мен оны сүйем. Мен Ажарсыз өмір сүре алмаймын, дедім. Баяу, нақты дауыспен әкеме еңкейіп. Балам, деп әкем бетін басып теңселіп жылағандай болды. Басқа мен әкемді жылайды деп күтпеп едім. Таң қалдым. Әкем расымен көз жасын ағызып, кеудесін жұдырығымен ұрып жіберіп, ары-бері теңселіп отырып қалды. Әке, не жағдай, айт. Мен биыл үйленем деп жатқам жоқ. Біз асықпаймыз, бірақ біз бірге боламыз, деді қасына отырып. Әкем жағамнан шап беріп ұстап көзіме қарап тұрды. Тыңда, осы әңгімеден соң сен мені жек көріп кетерсің, мүмкін лағнет айтарсың, амалым жоқ. Айтам, тыңда, деді де жағамды жіберді. Жиылып отырған маяға шалқайып аз жатты да, сен еркексің. Уақыт өткен соң мені түсінер деген ойдамын, деп басын көтеріп бетіме қарап отырып. Менің өмірімде жасаған үлкен қателігім ол. Отбасым бола тұра Ажардың анасымен көңіл қосқаным, деп тоқтап қалды. Мен түсінбей естіген сөзді ұқпай, не деппін. Балам, сөзімді бөлме, аяғына дейін тыңда. Ажардың анасы әнші болып, біз көп жиналыс демалыс кездерінде сол қызды жиі көріп жүрдік. Ол бізге тамылжытып ән салатын, арамызда ұшқын пайда болып, бізде үлкен махаббат болды. Мен оған ессіз ғашық болғаным соншалық отбасымды ұмыттым. Бізде бәрі керемет болды. Біз бақытты болдық. Біз бірнеше жыл бірге тұрдық. Ол кездер менің өмірімдегі ең бақытты кезең еді. Ажардың анасы жезтаңдай әнші, әрі өте сұлу әйел еді. Оған ғашық болмаған еркек жоқ еді. Біз екеуміз қосылған соң ол маған адал болды. Мен оның ең алғашқы ұшқан, сүйген, шын сүйген еркек едім. Ол менімен қыздай беріліп құшағыма енді. Оның махаббатына еш күмәнім болмады. Ол мен үшін бәріне дайын болды. Менің отбасым барын білді, еш талап қоймады. Тек бақытқа бөленіп өмір кештік. Кездессек жылап көрісіп, ләззатқа батып, қоштассақ жылап қоштасып, сағыныштан қиналып жүрдік. Өмірге қызымыз келді. Ажар келді. Жоқ! Деп бақырып жібергенімді өзім ұқпай қалдым. Иә, балам, иә, Ажар менің қызым, деді әкем ақырын сабырлы дауыспен. Мен естігім келмей құлағымды жауып алдым. Әкем қолдарымды құлағымнан алып, балам, мені кешір. Бірақ Ажар саған қарындас, Ажардан менің қаным, ол менен туылған қыз, деді де орнынан тұрып кетті. Аспан айналып жерге түскендей болды. Кетіп бара жатқан әкем емес, бір құбыжық тәрізді көрінді. Ажар, 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 Ажар. Ауылдан сол күні түнде мен кетіп қалдым. Әкемді жек көргенім соншалық көргім келмеді. Анамды аяғанымнан қасында бола алмадым. Мен Ажарды қарындасым деп қабылдай алмадым. Менің көңілімнің толқыны тасып, сезімім өшіп, өмірім тоқтап қалғандай болды. Мен Ажарға барып шындықты айта алмадым. Қай бетіммен айтам? Айта алмайым. Ажарды іздемедім. Оқуым аяқталғанша бір рет те бармадым. Тіпті сыртынан да қарамадым. Азапты күндерім өтіп, өмірім өксумен болды. Мен Ажардың қиналып көз жасын төгіп жүргенін сезіп жүрдім. Барып басу айта алмадым. Арада бір жыл өтіп,
Қолыма дипломымды алдым да өзім әскерге сұрандым. Моңғолияда 2 жыл борышымды өтедім. Жан адамнан ажар туралы сұрамадым. Әскерден келе сала жұмысқа кіріп, әкеммен сөйлеспедім. Жылдар өтті. Сол бір әңгімеден соң мен әкемді әке деп санамадым. Анама білдіртпеуге тырысқаныммен анам бейшара сезіп не болғанын сұраумен болды. Тағы да ауыл автобусына кешігіп жолшыбай көлікке отырсам, Гүлшат отыр. Әңгімелестік. Ажардың оқуының соңғы бөлімінде оқып жүргенін Гүлшаттан естідім. Гүлшат Төреханға тұрмысқа шығып бір балалы болыпты. Айко екеуіңнің араларыңда не болғанын білмеймін. Сен тастап кеткен соң Айко қатты өзгерді. Ауылға келгенді қойды. Өз ауылына жиі барады, бізбен араласпайды. Ол жалғыз. Оқуын бітірсе алыс бір жаққа кетем дейді. Ол басқа бір жігітпен жүрмеді, жүргісі де келмейді. Әнді қоса алып жүр, мейрамханаларда ән салады. Даусы қандай керемет. Ғашық болмаған жігіт жоқ, көрген еркектер шетінен сөз салады. Ол бірін де жолатпайды, тым тұйықталып кетті. Ол бақытсыз. Сен қалайсың? Бақыттысың ба? Қашан үйленесің? Гүлшат, мен үйленгенге асықпаймын, дедім күрсініп. Айко да үйленбеймін дейді. Сендер біріңді бірің сүйсеңдер, неге сонша біріңді бірің қинайсыңдар? Не болды араларыңда? Деді сұраулы көзбен. Ажар бақытқа лайық, мен оған тең емеспін. Жоқ, ол жалғыз қалмау керек. Ажар бақытын жолықтырып тұрмысқа шықсын, дедім. Кім? Қайдағы Ажар? Гүлшат, сен не қуасың ба, кәдімгі Ажар? Сенің Ажар дегенің Айко ма? Неге сен оны Ажар дейсің? Негесі қалай, ол Ажар ғой. Шаха, ол Ажар емес, ол Айжан, Айко. Ажар деген оның марқұм апасы. 2 жасқа үлкен, бізбен жасты болған, әкесімен бірге қайтыс болды. Гүлшат, Ажар, ой, Айжан, ол менімен Ажармын деп танысқан, содан ол Ажар. Ал апайының қайтыс болғанын білем, дедім. Сонда сен Ажар десең, ол ау дейді ме? Сонда сол бірге болғанда сен Ажар десең, ол... Ой, тәуба. Иә, солай болған, ол Ажар болған. Қызық. Неге олай танысты екен? Негізі Айко біртүрлі. Ол да басқа әлем. Мен оны кейде түсіне алмайым, деп Гүлшат ойға батты. Ал енді мен жанымды ойырға жер таппай, Ажардың Айжан екенін білгеннен кейін өн бойыма бір үміт пайда болғандай болды. Ауылға келіп әкеммен сөйлесуім керек екенін ұқтым. Ал таң атсашы. Көз ілмей таң атырдым. Әкем әдетінше ерте тұрып шарбаққа сүйеніп алысқа қарап ойланып тұр. Қасына келдім де: әке, сөйлесуіміз керек, дедім. Әкем үнсіз көлігіне беттеді. Мен қақпаны аштым. Сол ферма, сол мая жанына келдік. Әке, айтшы, сенің қызың Ажар ма, Айжан ба? Ажар. Енді айтшы, Ажар қай жылғы? Сенімен жасты. Сендер неге ажырасып кеттіңдер? Мен партия адам едім. Жұмысыма, отбасыма оралуыма міндеттедім. Сен кеткенде Ажар нешеде болды? Бірге әлі толмаған. Сен сосын оларды іздемедің бе? Іздедім. Қатты қиналдым. Мен тапқанда ол тұрмыста екен. Арамызда тағы махаббат оты жанып, тағы күйеміз бе деп жоламадым. Ол әйелдің басқа қызы барын білдің бе? Жоқ. Ода тек бір қыз болды. Жоқ, әке, сіз қателесесіз. Ол әйелде өз күйеуінен Айжан есімді қызы болды. Сол қызы біз танитын Ажар. Балам, мен осы жақында Ажармен жолығып сөйлескенде ол мені тыңдамай қойды. Мен қызым деп көмек беріп, қамқорлығыма алмақшы болғам. Ол қыз бір ауыз сөзге келмей, бетіме де қарамай қойды. Жоламауымды өтінді. Ол сен тыңдамайды, өйткені ол сенің қызың емес. Ол менен 2 жасқа кіші, ол Айжан. Иә, әке, иә, мен сүйген қыз, ол ешқандай да сенің қызың емес. Ол Айжан есімді бөтен қыз. Әкем кекесімен күлгендей болды да. Шатаспа, балам. Ол әйелде бір ғана қыз болды. Ол менен туған қызы Ажар. Ол әрдайым қасынан қалдырмай ертіп жүрді. Мен сырттай бірнеше рет көрдім. Әке, сіз шатастыңыз.
Ол әйелде 2 қыз болды. Сенбесеңіз анықтаңыз, күйеуімен жерленген ол Ажар. Сенің некесіз туған қызың өмірде жоқ. Деп мен әкемді тастап өзім ауданға барар автобусқа асықтым. 2 күн дегенде Алматыға да жеттім. Енді Айжанның, менің Айжанымның ауылына билет алдым. Ол ауылға да жеттім. Сұрастыра жүріп үйді де таптым. Ешкім жоқ екен. Көршіден сұрасам, Айко бейіт басына кетті. Жақын күнде жол жүреді, сол үшін отбасымен қоштаспақшы деді. Мен асығыс бейіт басына бардым. 3 төмпешікке қарама-қарсы жерде отырған Айжанды көрдім. Басында орамал, ұзын көйлек киген, жатқан адамдардың аты жөні жазылып тұр екен. Ажар сол жерде жатыр. Өз көзіммен белгі тастағы есімдерді оқыдым да, таптым-ау сені менің Айком, менің Айжаным, аман болғаны қандай жақсы болды. Амансың ба, өмірімнің мәні, сүйіктім, дедім қасына отырып. Айжан жалт қарап, еш жауап бермей отыр. Неге менімен Ажар деп таныстың, дедім. Айжан анасының топырағын сипалап отырып, анам мені Ажар деп қабылдап, өмірінің соңына дейін Ажар деп кетті. Анам Ажарды қатты жақсы көрді. Мені өмірге әкеле салып, әкемнің шешесіне бере салыпты. Тіпті бір күнде емізбепті. Анам Ажарды жақсы көргені соншалық 2 жасар қызына маған тиесілі ақ сүтін беріп емізіпті. Ажар 5-ке келгенше еміпті. Мен туралы есіне де алмапты. Әкем мен Ажар қайтыс болғанда, әжем мені әкелгенде мен әлі 8-ге де толмағам. Анам мені Ажар деп қабылдап, Ажар деп атап, 9 жыл өмір сүрдік. Өзі таныс достарына Ажар деп таныстыра берді. Уақыт өте келе мен де өзімді Ажармын деп қабылдайтынмын. Әжем мені анама тапсырып, жылға жетпей қайтыс болды. Әжемнің мықты тәрбиесімен мен тіл алғыш қыз болдым. Анама мені Ажар жасауы қиынға соқпады. Ажардың киімін кигізіп, Ажар деп атап, Ажар тіріліп келді, деп қабылдады. Сөйтсек ол кісі науқас болыпты. Оны жақын жанашыры болмаған соң ешкім елемеген. Сен білесің, ол кісі өмірге өкпелі болды. Ол өз сұлулығына да лағнет айтып, өмірінде алдаған адамдарға да ренжумен болды. Мен анамды ренжітпес үшін есімімді кім сұраса да Ажар деп танысуды үйрендім. Сол әдетім бойынша сенімен Ажар деп таныстым. Есімде тұрған не бар? Ажар ма, Айжан ба, бәрібір емес пе? Сен де мені кім болсам да тастап кеттің ғой, деп Айжан орнынан тұрды. Мен де тез тұрып оны бас салып құшақтап алдым. Жаным, кешірші, өтінем, кешірші, біз енді мәңгі бірге боламыз, дедім. Айжан қолымды қағып жіберді де, айналайын, жоспарыңды басқамен құр. Мен сені әлдеқашан өмірімнен өшіріп тастаған. Сен маған ешкім емессің, деді. Айжан, ақталар да айтар да әңгімем жетіп артылады. Міне отбасыңның басында тұрып сенен кешірім өтінем, сенші. Сол кезде солай істеуім керек болды. Сенің қаншалықты қиналғаныңды сездім, маған да оңай болған жоқ. Мен шындықты айтсам, сен түсінбей қаласың ба деп қорқам, дедім. Ажар сенің қарындасың болып шықты, солай ма? Деді Айжан ашулы көзбен қарап. Мен таңырқай қарап едім. Мен анамның күнделігін жақында ғана таптым. Сол жерден сенің әкеңді көрдім. Олар бақытты сәттерінен көп фото сурет қалдырып, сол сәттерін қалт жібермей жазыпты. Анам жалғыз қалып ешкімге керек болмағанда менің әкем жолығып жақсы көргені соншалық, анам мені қаламаймын десе, анасына беріп айтқанын істепті. Әкем де анам үшін бар жағдайды жасап ырқына көнген, деп көзінің жасын төгіп тұрып әкесінің белгі тасын сүртті. Мен қарындасымды сүйіп қалғаныма күйіндім. Не істерімді білмедім, өмірден баз кештім. Мен сені түсінем. Басында түсінбей қиналғам. Күнделікті оқыған соң әкеңнің айтып бергенін ұқтым. Кешірдім, бақыт тіледім. Сенің әкең маған осы жылдары көмек қолын созып жүрді. Есіңде ме, 1-ші курста азық-түлік әкеліп еді ғой? Ол кісі солай көмектесіп жүрді. Мен кім екен деп көп іздедім, ақыры осы жақында таптым. Ол кісі маған бірден айтпақшы болды, мен сенің әкең екенін көргеннен ол кісіні жек көріп, бір сөзін тыңдамай кетіп қалдым. Мен бізді ажыратқан әкең деп ойладым. Әкең қарсы болды деп, сен бір ауыз сөз айтпағаныңа күйінді. Сенің әкеңнің сенен мені алыстатып,
өзі маған қамқор болғанын түсіне алмадым. Сосын үйге келіп осы сырдың шешімін іздедім. Анамның жеке заттарын ақтарып, күнделігін, фотоальбомын таптым. Бәрі түсінікті болды. Сол сәтте сенің жоқ болып кеткеніңнің шешімін білдім. Мен тек сенімен бақытты болам, күнім. Сенсіз маған өмір жоқ. Сен менің жүрегімнің еміссің, енді сені жоғалта алмайым. Айжанның екі көзі жасқа толып көзіме қарап, егер де мен сол кезде Айжан деп танысам, осы бір сынақ басымыздан өтер ме еді?» деді. Иә, бұл шындық бәрібір айтылар еді. Қайткенде де бір кедергі болар еді. Бұл сынақ бізге бұйырған. Біз шыдадық. Бір-бірімізсіз біріміз өмір сүре алмайтынымызды ұқтық. Иә, соны ұғыну өте ауыр болды. Жаным, Айжаным, Айком, мен сені сүйем. Сен менің өмірімнің мәнісің. Мен сені өзімнен артық жақсы көрем. Сенсіз өмір сүре алмайым. Мен сенсіз жарым жан едім. Мен сені таптым, сенен басқа маған ешкім қажет емес. Енді қусаң да кетпеймін. Енді жоғалта алмайым. Маған да сенен басқа ешкім керек емес. Мен де сені жақсы көрем, деді дірілдеген даусымен. Бас салып құшақтап, мүрделер арасынан ертіп шықтым. Екеуміз шерімізді тарқатып таң атқанша сөйлестік. Айжанның анасының күнделігіне көз жүгіртіп талай нәрсені ұқтық. Сосын күнделікті жақтық. Айжан анасын, мен әкемді кешірдік. Алматыға келіп некеге отырдық, той жасамадық. Олды болғанша ауылмен қатынаспадық. Тек анамды жиі шақырып жүрдім. Ұлымыз өмірге келгенде ауылға анамның қасына көшіп бардық. Әкем бар. Әкем бір жолата фермасына көшіп кетті. Анам әкеме барып келіп жүреді. Мен бауыр әпкеммен жақсы қарым-қатынастамын. Гүлшаттар да жиі араласып тұрады. Зәуре апайдың отбасымен татумыз. Анам немерелермен қолы босамайды. Тек әкем өз ойымен жалғыз. Сол орынсыз махаббаты жүрегіне жазылмас жара салып қойғанымен қатар, анамның алдында өз беделін түсіріп алды. Анам бетіне басқан емес. Әкем сонда да өзін кешіре алмағандай. Бірақ менің бақытыма шүкір ететініне сенем. Әкемнің Айжанның анасына деген сүйіспеншілікке толы махаббаты маған мұра болып қалғандай. Міне ағайын, адам өміріндегі қателігі ұрпағына зиянын тигізеді. Аллам маған махаббат жүрегін Айжанға қайта ашқызды. Абайсызда ажар тірі болып, соны сүйіп қалсам, мен отбасын құрмай тіземді құшақтап кетерім анық еді. Бұл махаббат басқамен ауысатын махаббат емес еді. Бұл Тәңір берген таза, ыстық махаббат. Жеңіскүл қарындасымның әңгімелерін жұбайым екеуміз жарыса оқып, өз өмір жолымызды айтуға әдейілеп Алматыға іздеп келдік. Сіздерден кешірім өтінем, өз ұрпағымыз үшін есімдерімізді, жер аттарын өзгертіп жазғыздық. Болашақта ұрпағымыз қателік жасамасын, адаспасын, адалынан жар сүйгісін дегіміз келеді. Автор. Шалыс басып, кешірілмейтін қателікке бой алдырмайық. Өз махаббатымызға адал болайық. Махаббат адалдығымен құнды, сонысымен бағалы. Дөңгеленген дүниеде қателігіміз абайсыз алдымыздан шығып жүрмесін. Өмірде жіберген өрескел қателігіміз ұрпақ тағдырына сын болмасын деп көпке ұсыныс айтамын. Соңы. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.